Ал мінекей біздің мастер классымызға бүгін қыздар мінекей 1,80 сантиметрлік стеганый велюр керек. Өйткені біздік диванымыздың отыратын жері спинкасы артына сәл түседі, және де етегіне сәл түсіріп алғанда 180 сантиметр болды. Ал диванның ұзындығы 2,60. Ал мына стеганый велюрдің ұзындығы өзі, білесіздер, жаңағы ені 2,70. Мен енінен алайын деп отырмын. Енінен бүйтіп алып, диванға төсеп, 2,70, екі жағынан как раз 10 сантиметрден түссе, былайынан ұзындығынан 180 алдым. Өйткені диванның ұзындығынан емес, ені 180 болып тұр. Мінекей бәрі керісінше болып тұрды. Соған және сәйкес мынандай полоскалерімді дайындап қойдым. Мынау кәдімгі сатин, осындай серый түсті. Бірінші қазір шетіне қойып алып, мына жағынан тігіп алып, ар жағына ауыстырған кезде мінекей қайырып, косой бейка сияқты қылып тігіп шығамыз, қыздар. Болды. Бұл дивандықтың тек қана 4 жағын осылай сатинмен көктеп шығамыз да төсеп қоямыз. Оңай және тез. Ал құрметті көрермендер, мінекей менің матам былайынан бүктеліп, жиналып тұрғаны үшін, мына жері ғыржым-ғыржым. Енді бұған сіз пока мән бермейміз. Бірінші мына полоскалерімізді айналдырып көктеп алғаннан кейін бетіне мата қойып, ХБ мата қойып, өтектеп шығамыз. Оны мастер-класстың соңында көрсетемін. Мастер-класстың соңына дейін көрулеріңізге тілектеспін. Және де тамшыдай болса да пайдам тисін деген ниетпен осы мастер-классымды сіздерге ұсынамын. Ал енді сәттілік, бізге бірдей қылып қойып аламыз мінекей. Оны әрбір дивандықтың мастер-классында, жайнамаздың мастер-классында осы стеганый велюр тігетінде мен айтамын. Міне тағы айтып отырмын, міне ұштастыра отырып, міне бір келкі 4 бүршегін 4 бұрышын тігіп шығамыз. Полоскамның ширинасы, ені бар ғой, 3 сантиметр, қыздар. Бұл сатин созылмайды, сол үшін 2 сантиметр болса өте кішкентай болып қалады, 3 сантиметр норма. 4 сантиметр ол үлкен болады, өйткені біз кейін былайынан қайырғаннан кейін астына қайырған кезде қалың томпиып кетеді. Сол үшін әдемі, сәнді, керемет болу үшін 3 сантиметр жеткілікті. Ал құрметті қыз-келіншектер, мінекей біздің дивандығымыздың мына сатины мына жерге бітіп қалды. Болған келесі сатинымызды қосып, міне мына ручка сызылған жағын мына бетіне қаратамыз, естественно. Содан кейін мына жағын бүйтіп тігіп жіберіп, артығын қиып тастап, жалғап кете береміз. Өйткені сатинымыздың ұзындығы 1,5 метр. Мінекей. Бірдей қылып ұштастырып қойып аламыз да. Міне дәл осылай тігіп, мына кронкасын қиып тастаймыз. Мынау жіңішке болу керек, өйткені кейін қайырған кезінде де төмпейіп бір түрлі болып тұрмау керек. Мінекей қыз-келіншектер, біз мінекей бұрышын соңына дейін тіктік. Енді бұрыш шығарамыз. Қалай шығарамыз? Мінекей былайынан беттестіріп қайыра отырып, мына бұрышын ұстап тұрып, мінекей мына бұрышын ұстап тұрып, міне біз мына жағын бетіп, дәл осылай қылып беттестіріп аламыз. Енді мына жерін баса отырып, мына бұрышты бетіп тігіп жібереміз. Бұрышын тіктім. Енді астарын бетіп көтеріп ала тұра, мына жағы іліп кетпеу үшін былайынан кете береміз. Мінекей. Міне мына жерде бітіп жатыр. Қайтадан бағанағы мен көрсеткендей полоскаларымызды аламыз. Қыздар, 150
мынау ені 150-ден 7 полоска шығардым. 7 полоска ағыл тегіл жетеді. Міне былайына жалғап бағанағыдай тік кете береміз. Міндетті түрде ручка сызылған жағы былай тұру керек, сізге қарап тұру керек. Сол кезде ішке қарап кетеді. Міне кішкене қалдырамызды, мынауымызды ручка сызылған жағын былай беттестіре отырып, кішкене іліп жібереміз. Мінекей бұрыш әдемі болды. Көрдіңіздер ма? Мінекей. Мына. Керемет. Тамаша болды. Мынау тігіліп кетеді мына жағына. Мына жағына қайтқан кезінде осындай сүйкімді көктеп шығамыз. Сүйкімді қылып. Ал сәттілік. Ал қыз-келіншектер, біз мінекей тігіп келе жатқанда осындай қылып мына полоскамыз, ленточкамыз бітіп қалады. Дәл алдағы видеода көрсеткендей жалғап кете береміз. Мінекей, құрметті көрермендер, енді астыңғы жағына мынауымызды бетіп қайтарамыз. Сол кезде міне мынандай болады. Былайына көктеледі. Ол үшін міне кішкене мына шетін қайыра отырып, мінекей, осылай қылып бірден тігіп кетеміз. Әдемі тегіс қылып. Ал мінекей мынандайынан тігіліп шығады. Мына жағынан мынандай болады тігіс. Сәл мына жаққа шығып кетіпті, енді әдемі тігіліп жатыр. Көрдіңіздер ме? Дәл осылай қылып 4 бұрышын көктеп шығамыз, қыздар. Енді астын дәл осылай тоқтамай тігіп шығамыз. Енді лента үзілмейді, бәрін жалғап, тұтас қылып тігіп, бұрыштарын шығарып алдық. Енді тек дырылдатып, айналдырып шығамыз. Болды. Ең оңай жұмыс осы. Мінекей, құрметті қыз-келіншектер, көрермендерім, мына жерге мына мата бүктеліп оралып тұрғандықтан кішкене мынандай ғыржым түскен. Мынандай ғыржымдалып қалған. Соны енді қазір өтек басып, керемет қылып тегістейміз. Мына жағына бастым, қыздар. Әжептәуір тегістелді. Мына жаққа қарағаннан әдемі болып тегістелді. Мінекей өзінің матасы жаңа сатинді қойып, қыздар. Дәл осыны ворстқа қарап, ворст астқа қарап тұрады ғой, сол жаққа қаратып, өтекті жүргізіп отырамыз. 3-4 рет. Мата көктелгендіктен оңайға түспейді, бірден өтекке жата қалмайды. Ал керемет тегіс болды, тегістелді. Қыздар,